қауіпсіздігін сақтау үшін бірнеше ережемен балалар танысайық. Газдан сақтан. Газ түссіз, көзге көрінбейді, әрі улы. Сондықтан газдың ашық қалмауын үнемі тексеріп балалар бақылап жүруіміз керек екен. Сен көшеге шықтың деп. Қайда шықтық біз балалар? Көшеге. Көшедегі бейтаныс адам сенімен сөйлескісі келді. Мұндай жағдайда сен не істер едің деп? Қане осы жағдаяттан шығып көрейікші балалар. Ол адам алып кетуі мүмкін. Тамаша, ол адамнан ешқандай зат не қылмауымыз керек? Алмауымыз керек. Ол адам бізді ұрлап кетуі де мүмкін екен, иә? Бір бейтаныс кісі бізге тәтті нәрселер берсе, алмау керек. Тамаша, дұрыс айтасыз. Тағы да бұрай. Ананың рұқсатсыз ешқайда баруға болмайды. Дұрыс, тағы. Балалар, қошыңыз, бөтен адаммен сөйлесуге еш уақытта болмайды деген сөз. Айдынғали. Бөтен адаммен ешқашан сөйлесуге болмайды. Тамаша балалар. Осы қауіпсіздікті балалар сақтаймыз. Бөтен адаммен еш уақытта сөйлесуге, одан бейтаныс адамнан зат алуға болмайды екен. Себебі біз ол адамның қандай жан екенін білмейміз. Дұрыс па балалар? Нәрселердің ішінде зиянды заттар болуы мүмкін. Дұрыс айтасыздар, тәтті заттардың ішінде зиянды заттар болуы да мүмкін. Ол адам бізге қауіпті болуы да мүмкін. Бізді ұрлап алып кетуі да мүмкін. Солай ма? Оның өздеріне үйлерінде аналарын да ескертіп қойған шығар деп ойлаймын балалар. Суретке қарап, қыз баланың айналасынан қандай қауіпті жағдайларды байқады. Қарайықшы бірінші суретке. Үтік қосулы тұр, қатты қызып кеткен. Ал қыз болса не істеп жатыр? Телефонмен сөйлесіп жатыр. Осылай тастап кетуге болады ма? Бұдан балалар өрт шығу қаупі бар екен. Солай ма? Себебі ол қызған үтік кез келген нәрсені балалар өртей алады екен. Солай ма? Үтікті еш уақытта қосулы күйінде тастап, басқа нәрсемен айналысуға болмайды. Ал енді келесі суретке қарайық. Мысық теледидар үстіндегі құмыраны құлатып кетті. Құмырадағы су теледидарға төгілді. Ал енді электр тоғы су төгілсе, одан не болуы мүмкін? Тоғырып, өрт шығуы мүмкін. Солай ма? Ол атылып кетуі де мүмкін. Ол бізге қауіпті ме? Қауіпті. Сондықтан бұндай жағдайда біз не болуымыз керек? Сақтануымыз керек екен. Теледидардың жәніне су бар затты жақындатуға болмайды екен. Еш уақытта теледидардың үстіне ешқандай зат не қылмаймыз балалар? Қоймаймыз. Ол біздің өмірімізге қауіпті екен себебі балалар. Ал енді газ плитасына қарайық. Оның үстінде қазанда тамақ және шайнектен су қайнап жатыр. Солай ма? Ол қатты қайнағандықтан тасып, газдағы отты өшіріп тастауы мүмкін ба? Одан не шығады? Газдың иісі шығып біз улануымыз мүмкін ба? Ол бізге қауіпті ма? Газдың үстіне затты қойып балалар қараусыз тастауға болмайды. Ол біздің өмірімізге өте қауіпті екен. Одан біз уланып қалуымыз керек. Қалуымыз мүмкін екен. Енді келесі заттарға қарайық. От бізге қауіпті ма балалар? Несімен қауіпті? Отты жағып ойнауға боламасың керек? Жоқ, айдан қарайық айта қойшы. Отпен ойнауға болмайды. Әйтпесе қолыңды күйдіріп алуы мүмкін. Қолыңды күйдіріп алуы мүмкін. Отты түсіріп алсаң үйде өртеніп кетеді. От үлкен тұтанып кетуі мүмкін, қолымыздан түсіріп алса. Ал тамаша ине. Ал инеге қандай қауіпсіздік ережесін айта алайық? Қауіпсіз? Ине қолымызға кіріп кетуі мүмкін. Тағы? Немесе балалар ойнап жүріп бір жеріне тығып алып қанап кетуі мүмкін. Дұрыс айтасыздар. Сонымен бұндай заттар алуға болады ма екен балалар? Жоқ. Мына суреттегі заттардың барлығынан біз не білуіміз керек? Қауіптеніп, қауіпсіздік ережесін сақтап жүруіміз керек. Енді балалар, сендер осы суретті пайдаланып, осыған қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы ереже құрастырып көріңдер. Жарай ма үйде? Ал енді балалар, шомылғанды ұнатамыз ба? Шомылғанда бір рахаттанып қаламыз, солай ма? Жаздың бір ыстық күнінде барып шомылғымыз келеді ме суға? Шомылғымыз келеді,
Жаз айында балалар өзен, көлге шомылғанды ұнатады, солай ғой? Шомылу кезінде рахаттанып, өзіңді жақсы сезіну үшін қажетті ережелерді білгенің дұрыс екен. Балалар, суға жүзуінде өзінің ережесі бар екен. Ол ережелер біз білеміз бе? Ал бірінші және ең негізгісі балалар, суда жүзе білу екен балалар. Тыйым салынған суда, су түбінде қауіпті тастары бар су қоймаларында шомылуға болмайды екен. Ол біздің өмірімізге өте қауіпті екен. Ал су қоймасындағы қандай жағдайлар балалар үшін қауіпті? Неге? Ал біз суға батып кетуіміз мүмкін. Біз суға батып кетуіміз мүмкін екен. Тағы? Немесе тұншығып қалуымыз мүмкін. Суға тұншығып қалуымыз мүмкін, жүзіп білмесеге. Жүзіп білмесек батып та қалуымыз мүмкін. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сонда біз суға жүзген кезде жүзуге болмайды деген жерге шомылуға болмайды екен. Солай ма? Су өзіне тартып кетуі мүмкін екен. Болмаса оның астында тастар болып біздің денсаулығымызға қауіп келтіруі мүмкін екен. Ал енді балалар, суреттерді көріп тұрмыз ба? Сәйкестенді дейді. Қарайық. Біз ауырып қалған жағдайда неге жүгінуіміз керек? Жедел жәрдемге. Ал енді газдан шыққан айтып болғаннан кейін қосасың ғой. Ал егер газдан өрт шыққан жағдайда неге хабарласуымыз керек екен балалар? Газ қызметіне хабарласуымыз керек. Қайда хабарласуымыз? Газ қызметіне хабарласуымыз керек. Ал енді үйге ұры түсіп, болмаса үйге бөтен адам кіріп кетсе, біз неге хабарласуымыз керек? Полиция қызметкерлеріне хабарласуымыз керек екен. Егер өрт шыққан жағдайда біз кімге хабарласуымыз керек? Өрт сөндірушілерге хабарласуымыз керек екен. Бұны балалар мұқият есте сақтап алайық. Біле жүргейсің балалар. 101 ол өрт сөндіру қызметі екен. 101 не екен балалар? Өрт сөндіру қызметі екен. 102 полиция қызметі. 102 қандай қызмет екен? Полиция қызметі екен. 103 жедел жәрдем қызметі екен. 104 газ қызметі. Балалар, осы өмірлерді сендер жатқа білулеріңіз керек. Есте сақта, егер қауіпсіздік ережесін сақтасаң, сенің өміріңе де ешқандай қауіп-қатер төнбейді.